той жасауда бізде мына артық деп ойлаймын. Тойды көп жасаймыз өте қазақтар. Сіз үшін қандай той жасау керек, қандай артық? Ата-анаңның юбилейін жасауға болады. Құрдастарын, класстастарын шақырып бір бастарын қосып дегендей. Тұсаукесер жасадыңыз? Соны өзім үйден кесе салам болды. Болды. Аттарын өзім қоя салам. Бірінші сыныпқа барған? Жоқ. Не керек ол? 11 бітірген. Не керек, жоқ, жасамаймын. Неге керек ол? Қандай одан балаға келіп кететін пайда бар? Той, мысалға, қазір бізде 500 адамдық, 300 адамдық той жасайды да үлкен. Соның ішінде нешеуі шын ниетімен келіп отыр. Сенің конкретно, сенің бүгінгі... Сен үшін қуанып. Сенің болып отқан қуанышыңа қуанып бір келіп, от души кәдімгі қолдап кетейінші, көрсетіп кетейінші деп нешеуі келіп отыр деп ойлайсың. Ой, өте аз деп ойлаймын. 500-дің бір 25-і шығар. Шын ниетімен саған қуанып келіп отқандар да. Тек шақырды, ұят болады, төбе көрсетіп кету керек дейтін мен келетті. Ертең менің тойыма да алып келеді деген сияқты. Бұл, білмеймін, босқа шашылу. Егер ертең мен балдарым үйленетін болса, мысалға, құдаларыммен келісуге тырысам. Сөйлесіп көрем. Той жасамай-ақ қояйық. Сен мысалға тойға қанша расчет жасап отырсың шашуға? Мен қанша расчет жасап отырмын. Соны балдарға берейік. Бизнесін бастап кетсін, үйінің первоначалкасын салып тастасын. Соған берейік одан да. Келісіп жатса, сөйтейік дейтін болса, мысалға, әулеттің үлкендерін, олардың әулеттерінің үлкендерін, менің әулеттің үлкендерін шақырып, үйге болсын, шағын ресторанға болсын, андай үлкен гүрілдету емес, балдарды батасын беріп, батасын алып, тілектерін айтқызып, құдаларын таныстырып, осындай елмен құдандас болып отырық деп, біздің ағайындарымызды, олардың ағайындарын бір-бірімен таныстырып, шағын бір той, екіншісі, мысалға, сенің тойың ба, сенің жақын деген достарың шақыр. Өздерінің жеке жастары жиналып. 50 адам ба, класстастарың, жаңа группаластарың, содан бір 50-60 адам шығады, көп болса. Сонымен шағын отырыс 100 мың, 200 мың, 300 мыңға дейін теңгемен мысалға. Сондай расход болатын бай да. Балдар тілектерін айтады, сыйлықтарын береді, сенің қуанышыңмен бөліседі. Сенмен шынымен саған қуанатын адам бар да. 10 миллионға, 15 миллионға той жасап жатыр, бір айдан кейін айырылысып кетіп жатыр мысалға. Әбині. Ол дейтін ата-ана қаншама қиналды да ол үшін. Кредит алды, кейбір жағдай жоқ адамдар біреуге барып кәдімгідей, былай айтқанда, кутіне кіріп сұрады да, жетпей жатыр, көмектесші деп та, қаншама төмен деңгейге түсті. Оны ойлап жатқан балдар жоқ қой. Ұнамай қалды, жақпай қалды, характермен не сошлись. Ондай болмау керек та.